Ассалаумағалейкум Facebook көрермендер. Мынау көбісі Қазбек Иса, Ринат Зайтов, Абзал Құспан, Ермұрат Бапи, Еділ Жаңбыршын, Мақсат Толықбай, соларға қатысты өз ойымды айтқым келеді. Олар дәл қазір айтатын кезде орыс тілін алып тастайық деген. Олар қазір қазақ тілі мемлекеттік тіл ғой деп қақсай береді. Біз өзімізде білеміз. Халыққа топас емес. Интернет бәрі Фейсбукта отыр, білет. Біз сендерден басқаны сұрап отырмыз. Орыс тілін алып тастауын сұрап отырмыз. Ол қазақ тілі мемлекеттік тіл екенін біз өзіміз білеміз. Мынау Ерлан Карин да, Балаева да айта береді қақсап. Біз сендерге, біз не айтып отырмыз, сендер не айтып отырсыңдар? Біз сендерден нақты талап етіп отырмыз, орыс тілін алып тастаңдар деп. Сендер өтірік топас болып, мемлекеттік тіл, қазақ тілі провокация жасамаңдар. Кім провокация жасап жатыр? Сендер өздері халықтан ұсыныс сұрап жатсыздар. Біз айтып жатырмыз, міне, орыс тілін алып тастаңдар, оның не керегі бар? Сендер жоқ, мемлекеттік тіл, қазақ тілі ол арандатушы, ол полицияға бұйрық беру керек. Сендер шынымен бізді халықты топас жарайды, сендер қорқақсыңдар. Сендер қорқақсыңдар. Мынау өз отырған орындықтан айырғыларың келмейді, депутаттық мандаттан тартып алады деп қорқасыздар. Мен түсінем, мынау үндемейтін депутаттарды ұнатамды. Еділ Жаңбыршын ешқай жерде көрінбейді. Ешқай жерде. Сөйлемейді. Ертең айтады, мен айтпадым деп. Ең болмаса солай көттерді қыссаңдаршы. Жоқ, Қазбек Иса шығып, мемлекеттік тіл, қазақ тілі шегеленген, Ерлан Карин айға таңба салғандай тайға қуасыңдар ма? Бірақ мен ойлаймын, билікке бұндай халық рахаттанып жатқан шығар. Мынандай халық рахат. Конституцияны өзгертеді, жер қазба байлықтарын сатады. Мынандай халық не? Бинго ғой олар.